мына жерде EFI деген реле. Жерге бір қатырылғасын қалады мына будущий. Қара провод минусқа. Вот ол сол аяғына жақсылап орасаңыздар, мындай абсорбер дейді, мына корпус. Корпустың жанында тұрады. Оталған кезде көк свет жанып тұр. Аппарат жұмыс істеп тұр. Баршаңызға ассалаумағалейкум. Бүгін Тасындырайв аппаратын орнатқалы жатырмыз. Бізде Prado 120-ші кузов 2.7 объемға. Жалпы бұл Prado'да 150-ға басқаша, 120-ға басқаша жалғанады. Бірақ ұқсас бәрі бір-біріне. Ең бірінші кезекте бізде капотты көтереміз. Капоттың астында жалғанады. Клемманы ашып алу керек болады. Плюсқа бір провод, минусқа бір провод. Мына жерде релеге бір провод жалғанады. Крышканың мына жағында кнопкасын бассаңыздар, ашылады. Көтеріп аласыздар, крышкасын ашасыздар. Бұныкі простой болады 150-ге қарағанда. Бізде мына жерде EFI деген реле. Мінекей, мына реле. Осы релені шешесіздер. Барлық Prado'да бар 120-алық. Енді біздер бірінші клеммаға жалған олайық. Бізге 12 керек, 10 керек. Так, 12-ні. Плюс, бұл бізде плюс клемма. 12-ні сәл босадасыздар. Ассалаумағалейкум. Үстіндегі гайкке қатырсаңдар, өздеріңізге ыңғайлы болады. Кейін клемма шешкен кезде провод болса кетпейтіндей. Мына жерде қызылды отдельно жібереміз. Көк пен қараны бірге мына жерден өткізіп жіберсек, сатыспай тұрады осы жерде. Көк плюсқа, қара минусқа. Екеуінің басында вилкасы болады. Гайкеге қатыру үшін. Ең бірінші көк провод плюсқа жалғап алайық. Мына жерде клемма ыңғайсыз болса, мынаған қатырсаңыздар да болады. Мен мынаған қатырамын. Себебі кейін клемманы босатқан кезде жаңағы айтқанымдай провод шығып кетіп, орын шатастырып алу болмайды. Мына жерге бір қатырылғасын қалады мына будущий. Все. Көк проводты плюсқа жалғадық. Крышкасын жауып қойық. Одан кейін 10-дықты аламыз да. Мен минусқа жалғаймыз. Мына жерге жалғасаңыз да, мына жерге жалғасаңыз да болады. Мына жерге провод жалғап тастап, мынаған жалғаған дұрыс болады ғой деймін. Кішкене босатып алсаңыздар, бұл машинада бізде газ бар екен. Газдың проводтарын жалғаған провод көп екен жалпы. Тура сондай вилканы гайканың астынан қатырамыз. Так, мына жерде бір провод, қара провод минусқа. Қара минус. Қатырымда шығып кетпесе болды. Одан кейін қызыл провод қалады. Қызыл проводтың басын аша аламыз. Мына жерде кесілген жері бар. Сосын қызыл проводтың өзі қалың болғандықтан мынандай қылып кішкене жартысын алып тастайсыздар. Қалың болмау үшін, жіңішкелеу болу үшін. Мысалы мынандай алып тастайсыздар. Артынан кесіп жібереміз. Енді проводтың қалғанын орап тастайсыздар. Так. Жаңағы көрсеткен EFI деген реле мынау. Так, былай тұрған жерін жаттап алыңыздар. Тура осы EFI деген реле барлық Prado'да бар. Андай бір плоскоуспен аккуратно жай ғана қысып тартып алсаңыздар шығады. 4 контактысы бар. Бұл киілген кезде мынандай положениеге киіледі. Осылай киіледі. Екі аяқ медный, екі аяқ мынандай алюминиевый болады. Мына жерде бізде қызыл проводты осының біреуіне жалғау керек. Бізде мына реле, мына аяғына жалғаймыз. Так, аяғы цифр жоқ екен. Мысалы былай капот алдынан машина тұрып қараған кезде мына жағында қараш, мына жерде сол жағына жалғанады. Көтерші телефон, мына жерде левый, мына контактіге. Реле келген кезде, мысалы осылай келеді ғой. Мына аяғына жалғанады. Мына аяққа. Сол жағы осыған қызыл проводты
жалғаймыз. Именно осыған жалғау керек. Негізі тестер болса, тестермен өздеріңіз бір тексеріп алсаңыздар дұрыс болады. Плюс шығады осы жерге. Біздер орнатып жүргесін жатталып қалып, бұның барлығы. Вот, сол аяғына жақсылап орасаңыздар, ешқандай шығып кету, контакт қызу деген болмайды. Бір бүтін болып қалады. Одан кейін мына жер жанындағы контактілерге тимейтіндей қылып, аккуратно орайсыздар. Сосын реле обратно өзінің орнына түседі. Все. Одан кейін қызыл провод отдельно жіберген себебім, блоктың жанында мына жерде провод шығатын орын бар. Осы жерден бүйтіп жатқызасыздар да. Крышкасын жаба саласыздар, сол кезде провод қысылмайды. Крышкасы емін-еркін жабыла қалады. Вот, ешқайда кетпейді. Сосын бәрін жалғап болғасын, аппаратқа штекерін жалғайсыздар. Бұл бір положение келеді, мысалы, мына жағында тісі бар, мына жағы плоский болады ғой. Айналып түспейді. Бұл тек осы аяғына түседі. Все. Штекер шықпайды. Енді бұны мына жерде бекітіледі, Прадода. 120-да да, 150-де де бірдей болады. Мынандай абсорбер дейді, мына корпус. Корпустың жанында тұрады. Саламатсыз. Екі пластиковый хомут болса, ең дұрысы осы, себебі двухсторонний скотчпен жабыстырсаңыздар, ол уақыттың өтуімен кеуіп кетеді, клей ажырап кетеді. Оның қасында хомут ұзағырақ тұрады. Үстінен біреу, мына кемірдің астынан өткізіп алып келіп, асты жағынан тағы біреуін тартасыздар. Көрікті мақтауыз бән, көрік өз қол. Әлі? Так, біреуін астына түсіреміз. Все. Сен алдында ма жүргізді? Қазір Артығын кесіп тастаймыз. Машинаны оталдырсаңыз аға. Все. Қазір аппарат жұмыс істеп тұрған жоқ, себебі машина өшік тұр. Мына жерде индикатор бар. Машина зажигание қосылды және от алды. От алған кезде көк свет жанып тұр. Аппарат жұмыс істеп тұр. Тура осылай істеу керек. Дұрыс алған кезде. Сосын мына жерде қызыл проводта и көк проводта мына предохранитель болады. Қараның ішінде. Көкте и қызылда мына жерде. Осы предохранительдер аппараттан замыкание немесе нагрузка болатын болса, машинада зақым тимеу үшін тұрған предохранитель 5 ампер болады. Мына жерде аппарат свет жанбай алған жағдайда бірінші очередь осы предохранительдер тексересіздер. И тура осы орынға бекітсеңіздер, ең дұрыс сол болады. Аппарат судан қорқпайды, ыстыққа, суыққа төзімді болады. Жалпы орнатылу осымен бітті.